Қайырлы күн, құрметті достар. Біз бүгін махаббат квиз бағдарламасына келіп отырмыз. Сіздермен бірге өте әдемі, өте сұлу Аделина. Рахмет. Және де актер, блогер Алдияр 019 қызыға деген бала кетті. Бүгін біз негізі Аделина екеумізге арналған бір special for you сұрақтарына жауап береміз. Сөйтіп, кім бірінші бастайды? Біз туралы көптеген ақпараттар білетін боласыздар. Осы программа арқылы. Ал, go. Давай Сулифонмен бастайық. Кім бірінші бастайды? Мен ба? Мен бастайын. Давай. Так, Аделинамен қалай таныстыңыздар? Негізі менің досым бар, Бақытжан Молдашев. И мен сол сторисінен көріп қалғам, сол қызды алса. Аделина қызды. И сұрағамда, что за девушка? Вообще, қай жақтан келген қыз. И сөйтіп маған айтады, Тараздан келген, өзін андай... Енді блогерствоны дамытып отқан қыз деп айтты. Иә, сөйтіп мен, жарайды деп қоя салғам. И сөйтіп уақыт өте келе, мне поступает предложение сняться в фильме в главных ролях. И я сразу согласился, и мы приехали в Алмату. То есть я был в это время в Атырау, сразу прилетел в Алмату. И у кого-то в сторис я увидел, что там снимается эта прекрасная девочка. И я такой, ничего себе. И первый день, когда мы ехали в аул, Аделина прям возле меня сидела. И я даже не мог с ней поздороваться нормально. И тырс алып отырдым. Неге десеңіздер, мен батыстың жақтырмау емес ол. Просто ұялып, сөйтіп бір диалогты басталмай жатырдым негізі. Сөйтіп Аделина өзі айтты маған. Сәлем, атың кім? Деп. Я такой, Алдияр. Менің атым Аделина деп сөйтіп таныстық. Сосын біз андай бір көп сөйлескен де жоқпыз. Көп сөйлескен жоқпыз, жақтырған жоқпыз бірінші проектте. И уже соңына қарай, уже когда проект бітейін деп жатқан кезде Алдиярмен қоштастық. Сосын уже қимастық пайда болды уже, да? Бірінші проекттен кейін. Сосын негізі осы бәрі қолында проекттің соңында негізі немножко симпатия бола бастады ма, білмеймін. Да? Точно айта алмаймын, бірақ енді сондай бірдеңе болды. Сосын кино бітті, вся шумиха, все закончилось, утихло. Сөйтіп ойлаған болды, походу, никак деп. И бір кезде маған тағы бір предложение келеді, «Қайната күйеу бала» дейтін кино. Сөйтіп меня тоже сразу утвердили. Читкаға барсам, мен бірінші болып келдім ба? Или екінші болып па? Жоқ, келдік әйтеуір. Келдік, сен отырдың уже. Отырдың, да. Сөйтіп бір орындыққа отырсам, қасында бір қыз отыр екен. Сөйтіп оқып отырсам, и былай қарап қалсам, Аделина отыр ғой. Прикиньте. Тағы Тағы главный рөлде екеуміз бірдей главный рөлде тоже алып қашады, бір проектте қайттан кездесіп қалдық. Прикиньте. Да, так получилось, что два фильма, два одинаковых сценария и две главные роли. Да. И сөйтіп махаббатымыз сөйтіп жалғаса берді. То есть симпатия болды, осы жақында. Менде симпатия болды. Иә. Сен вообще, даже она не обращала внимания на меня. Вот. Енді как-то сөйтіп несін табып. Да. Махаббат хикаяларында айтып берші. Осында. Мен дальше жалғастырайын онда. Жалғас. Да. Негізі өте қызық біздің хикаямыз. Прям өте қызық. Прям кәдімгі кинодағыдай. Өзіміз киноға түсеміз. Еще кинодағыдай болды историяларымыз. Екінші проектке түстік. Сонымен все, бауыр басу уже сезіледі. И Алдиярды уже жаймен маған жазып бастайды инстаграмға. Поддерживать етеді. Сосын жұлдызым деген... Жазып бастайды деп басқаша түсініп қалар қазір? Ну, енді жазып бастайды дегенде, андай, что там, бәрі жақсы ма деп поддержка беріп, как ты себя чувствуешь деген сияқты сондай сұрақтар қойып, кәдімгі поддерживать етті. И ухаживать етіп бастады жаймен. И потом уже бізде жұлдызым деген өлең шықты. Сол кезде бір-бірімізге қарап, уже я поняла, что ода сезімі бар екенін, чувствосы бар екен. Потом Мирей деген інісі бар. Сол пока Алдияр бензин құйып жатқан кезде маған бір видеосын көрсетті Алдиярдың. Алдияр менің бір видеом бар. Соны қайта-қайта көріп отыр екен да. А оны Мирей ар жақтан түсіріп алған, что мен видеомды қайта-қайта көріп отыр. Прям любовный взглядпен қарап жатқан көрдім да. Сосын мәссаған. Сосын Мирейге айттым. Мирей, типа, жақсы көретін сияқты ғой, ананы дедім. Сосын Мирей айтты. Ой, Аделина, уайымдама, он прям полюбил тебя, деді ғой. Сосын, ё-моё, дедім. Мирей, пообщаемся с тобой. Я сейчас только от нее это слышу.
Сосын уже жаймен ухаживать етіп бастады, потом уже әрекеттер кетті, и все, я поняла. Сосын менде де уже жаймен сезім ашыла бастады, симпатиям басталды. И осы бірнеше айлар бұрын кездесіп бастадық. Аделинамен алғаш кездескенде ол сенің жүрегіңді қалай жаулап алды? Этот вопрос, ну, как сказать, сразу у меня этих, чувств не было. Ну, сразу болған жоқ. Мен саған айттым ғой, болған жоқ деп. Потихоньку. Аделина негізі өте қарапайым адам, негізі өзі. Андай өте ақылды. Именно сол алғаш рет көргенде Аделинаны мен көзіне ғашық болдым да. Неге десеңіздер, бұндай көз дейтін мен өмірде көрген жоқпын. И сөйтіп, любовь с первого взгляда дейді ғой. Жоқ, ол мен сөзіме келіспей қалады ғой. Сен не құрастырып отырсың вообще? Шынымен айт. Реально. Ты меня зацепила своей простотой, что это очень редко сейчас в нашем мире, не знаю. Главная черта вот простота. Спасибо. Сосын? Қалай ғашық болдың ба? Қай кезден бастап? Мен «Қайната күйеу бала» киносына түскенде, сол киноның соңында уже негізі прям кәдімгідей ашылып жатыр да сезімім. Бірақ оны білдіртпейміз біз. Потихоньку жүріп әрекет етіп, ухаживать етеміз, сөйтіп, сосын біріп қойды. Потом ода да жайлап сезім. Басында ғашық болды бұл бала, но маған вообще білдірткен жоқ ғашық екен. Вообще түріне қарасам вроде ғашық, былай қарасам вроде ғашық емес. И мен де типа екі оймен жүрдім да, мына бала ғашық емес, ой, я просто өзіме ой құрастырып жатырмын сондай дедім да. Из-за этого мен внимание да бөлген жоқпын бұл балаға, и сосын жүре бердім өзімен. А потом уже білгеннен кейін точносын уже жаймен тоже білдірте бастадым сезімімді. Негізі ұлдардың бәрі сондай ғой, біз дейтін андай бір прямо айтпаймыз ғой. Біз потихоньку, шагами, маленькими шагами, но уверенно әрекет жасап, сендерге жайлап білдіреміз. Сіздер алғаш кездескен кезде Алдияр туралы ең алғашқы әсерің қандай болды? Ой, оны ол да өзі де біледі. Мен басында жақтырған жоқпын. Мен бұрында, когда Алдиярды көрмей тұрып, тиктоктан көріп қалдым, бимен танылды ғой. Вот тиктокта рекомендацияда жүрген, билеп жүрген, майысып, харизмасымен. И потом мен алдым, блин, что за парень дедім, өтіп кеттім да. И внимание вообще бөлген жоқпын. Потому что майысып, билеп, а мен болса оңтүстіктің қызымын. Мен батыстікімін. Жоқ, мен де типа андай намысшыл болдым да. Сен де намысшылсың ғой. Просто мен именно сол моментте, блин, что за чувак дедім ғой, өтіп кете салдым, жақтырмай. И сосын уже бірнеше айлардан кейін, Алдиярмен екеуміз бір проектке түскеннен кейін, мынау балама дедім ғой, мен, блин, зачем? Еще екеуміз де главный рөлде түсеміз. И, блин, как это будет вообще, дедім. Мен жақтырмайым бұл баланы, қалай түседі екем, дедім. И потом ортасына келдік киноның, жаймен уже нормально екен деп ойым өзгере бастады. Өте жақсы балам. Когда бірінші взглядта қарағанда, как будто бабник, андай... Болды, осы жерде тоқтап қой. Сондай қызбай көп сөйлейтін сияқты сондай көрінді да. И потом уже қалай ашылып сөйлесе бастады, мен оны басқа қырынан байқадым. Аны помнишь? Біз бір не бергенбіз, ақпарат бергенбіз. Алдияр бірінші рет маған гүл берді деген, басқа қыздарға бермеді. И көбісі типа хейт жазып отыр да, то что ой, Алдияр саған құлағына лапша іліп кетті, соған сеніп қалдың ба деп. Но на самом деле это так. Мен наивная емеспін, мен алдам қалатын ондай қыз емеспін, и оның өзінің аузынан шықты сондай. И егер де айтшы сонда конца. Не деймін енді. Мен сөздің ашығын айттым, өтірік емес. Алғашқы рет гүлімді Аделинаға бердім. Сенсеңіздер, сенбесеңіздер. Негізі предпоказда, помнишь? На предпоказе. Это, такой маленький букет, просто типа как поздравление, может, было как коллеги. Вот. А официально я уже подарил большой букет Балимбай Манга, и уже это было от души и первый раз. Вот. Видите? Так что өтірік деп ойламаңыздар, это реально. Мен алданып қалған жоқпын. Вот. И былай өмірде, егер аралассаң Алдиярмен лично, өте қарапайым, өте тәрбиелі, сондай адам, романтичный. Өте қатты жақсы көреді мен. Өте қатты жақсы көреді. Сіз бірге жұмыс
істеген кезде түсірілім алаңында ең естен кетпес сәт қандай болды? Негізі ол площадкада емес, есть одно воспоминание, ты тоже знаешь прекрасно. Біз дейтін бір ресторанда отырық, бәріміз бір компаниямен отырмыз, тамақ жеп отырмыз, донер жеп отырмыз. Сөйтіп, сейчас ты вспомнишь, уже тамақ жеп болдық, и тұрайым деп отқан кезде счет төлегеннен кейін кола тұрды, литровый кола. Енді бәріміз талпамыз отырып қой. И коланың бір где-то бір ондай қалып қойды, чуть-чуть литровыйдың. Сөйтіп көп қалды. Көп емес, Қытай қандай қалды. Сөйтіп көт алып кетеді да, мен үйде ішемін дейді да. Я такой, ничего себе дейді. Негізі мен өзім лично ондай көрген жоқпын. Лично для меня девушки, допустим, никогда в жизни в моих глазах не брали там остатки или что-то еще. А Аделина прям сол кезде кәдімгідей есте қалатындай болды да. Мен өмір бақи осыны айта беретін шығармын. Остаток алып кетсе ма? Жоқ, қандай өте қарапайымдылықты білдіреді да сол. Ысырап қылмаймын да просто. Вот. Она очень экономная. И за счет Аделины я тоже стал очень экономным и умею сейчас контролировать свой бюджет, свой доход. Да. Алдияр саған жасаған ең романтикалық немесе күтпеген іс-әрекет қандай болды? Вот, ең күтпеген. Алдияр маған айтқаннан кейін, то, что мен гүл бермеймін, ойбай, гүл деген ол білмеймін, ешқашан бермегем, сол үшін бермеймін деген сияқты нәрсе айтады да. Из-за этого мен гүл бергенде мен вообще күткен жоқпын. Негізі оның алдында, когда Алдияр болмаған кезде, енді Инстаграм енді жүргізіп жатқан кезде менде гүл всегда келетін доставкамен. И типа андай да, оларды әшейін қабылдайсың, не от души бола ма, сондай енді келет гүл, дейсің қойып қоясың. А когда енді Алдияр берген кезде мен вообще күткен жоқпын, и берді, пах. Сосын мен в шокемін, типа, Алдияр, это точно ты подарил, деп ше? Сенген жоқпын, потом анау гүл енді, білмеймін, Алдиярдың берген гүлі ерекше болды өзіме. Өзім жинадым. Магазинде заказ бере саған жоқ, өзі таңдап кәдімгідей. Уайымдап кәдімгідей. Қасымда інім болды, сол інімге айтамын, мен кәдімгідей мен қобалжып отырмын деймін да. Ана гүлді жинағанда кәдімгідей ана флористтың қасына тұрып, мына гүлді былай қойыңызшы, я жоқ, ол жерден алып тастаңыз, былай қойыңыз, я екі жағынан пышный болып тұрсыншы деп. Сөйтіп қобалжып берген түрім бар. Иә. А душе бердің ғой, прям ұзақ тұрдан өмір. Аделина сені жобаларыңда немесе актерлік мансабыңда қалай қолдайды дейді. Негізі, она меня поддерживает в любом направлении. И как бы мы работаем в одной сфере, и у нас никаких запретов, никаких этих недопониманий нету. И как она, так и я отношусь к нашей работе. Иә, негізі көбісі типа сұрақ қояды, то, что Алдияр сені ревновать етпей ма, либо наоборот, сен оны ревновать етпейсің ба дейді. Потому что біз бір проектке түсеміз, екеуміз актер актрисамыз, басқа персонаждармен түсуіміз мүмкін, басқа адамдармен. Там құшақтасу сценасы болып қалады, либо там сүйе салу бетінен деген сияқты. Вот. Бірақ оған нормально қараймын мен. Бірақ мен қарамаймын нормально. Білмеймін, негізі мен үшін бірақ түсінемін да, ол ойын, кино, бірақ ішінде кәдімгідей, білмеймін, бір батыстық нем оянатын сияқтандай бір охота прям взять и остановить съемки и сказать, все, она не будет сниматься. Но как-то... Бір жағдайды айтып берейінші, бір проект болған, последний проект. Ол кезде маған ұнайтын, и мен ұнататын бала болып, ой, қалай? Мен оны ұнатамын, ана баланы басқа бөлек. Алдияр емес. И ол да мен ұнатады. И екеуміз романтичный ужинда отырмыз қарап, а ол маған влюбленный взглядпен қарайды да. Алдияр сол моментте негізі оның рөлі жоқ болды. Вообще сценасы жоқ. Ар жақта отырып алған, маған қарап отыр, ар жақта отыр. И мен понимаю, что ар жақта отыр, маған қарап отыр, а мынау маған қарап отыр. И білмеймін, не істерімді білмедім. Меқта ол отыр, маған ойнату керек ол рөлді. Махаббат көзбен қарау керекпін, құшақтап, кәдімгідей майысып отыру керекпін да. Алдияр ар жақта отқаннан кейін, я чувствую, что ему неприятно. И мен даже ойната алмай жатырмын да, өтіріктен даже махаббат көзбен қарай алмай жатырмын. Я тут не виноват. И сосын блин, қалай болсын, не болсын, әйтеуір ойнап шықтым бір бәле қылып. Можешь. Өтірік махаббат болды. А так мен нормально қараймын. Но құшақтасу, сүйісу десе, енді отказ сразу екеумізде де, иә? Иә. Сразу отказ беремін сондай проектке.
Алдиярдың қай жобасы саған ең сәтті көрінеді және неге? Алдиярдың әр жобасы сәтті деп айтсам болады, өйткені каждый проектке түскен сайын солар не хит болып кетеді, кәдімгідей өтіп кететін кинолар, проекттер, особенно TikTok House ең бірінші проекті, прям жестко өтіп кетті, сол. Мен де соны көрдім, бірақ почему-то ол кезде мен Алдиярды байқаған жоқпын. Просто өте солдым. TikTok House арқылы мен осы киноиндустрияда қатты дамыдым негізі. Дамып кетті. Сол. И потом менімен түскен проекттердің бәрі. Потому что левый адамдармен емес, менімен болды. Ол енді, Вообще күшті. Вообще негізі, когда екі өнер адамы болғанда, легче работать. Еще бір проектте түссек, еще бір сферада жүрсек, это вообще круто. Я никогда в жизни не думал, что у меня будет девушка, жена, актриса, или мы будем работать в одной сфере. И у нее то же самое. Ол да кәдімгідей против болды да, что у нее был парень, как я, или там... Помнишь, еще біз дос болып жүргенбіз, и бұл маған сұрақ қояды. Саған қандай жігіттер ұнайды дейді. А мен айтамын, маған өнер адамы вообще ұнамайды деп айтамын. Йо, я помню, да. Да, помнишь? Мен айтып берейінші Давай. Бір күні мен Аделинадан сұраймын, негізі саған қандай жігіттер ұнайды вообще, өнердегі жүрген адамдар ұнайды ма деп. Сосын айтты, мен вообще не хочу, чтобы мой парень был актером или там блогером или, не знаю, тиктокером. И мен сол кезде еще да деп тұрғанның өзінде ішімде кәдімгі Ол кезде ғашық етін. Я мен еще ғашықпын, мен еще ойлағам ғой, все, короче, шансов нету здесь деп. Вот. Да, потом не деп айтып едім тағы? Сол сұрақтарға тағы жауап берген едім. Не знаю. Не помнишь? Бойы ұзын, шашы волнистый, көзі дәу деп айтатын. Потом қара торы бала ұнайды деген. Только қара торы исполнилось и все. Вот. Алдағы бірнеше жылда қандай ортақ отбасылық немесе мансаптық мақсат қойып отырсыздар? Мақсат өте көп. Негізі мақсат өте көп, бірақ айтуға қорқамыз. Негізі өзімнің мақсаттарымды біреуге айтуға қорқамын да. Сол үшін, не знаю, как ответить. Много целей, много планов. Әлі де әрекеттетіп жатырмыз сол нәрсеге. Құдай қаласа білесіздер. Бізді бағалап жүріңіздер. Примерно түсінген шығарсыздар. Алдияр Алматыға көшіп келгенде алғашқы жобасы қандай болды? Алғашқы жобасы 2021 жылы келді Алматы қаласына. 19-да келдім. Ой, 2019 жылы Алматы қаласына келді. Кейін бірінші блогерствомен айналысты, танцымен, бимен уже кәдімгідей рекомендация шығып бастады, кәдімгідей популярный болып бастады. Вот. И сосын не істедің сен? 21 жылы? TikTok House деген жобаға түсіп бастады, и содан уже полностью танылып кетті. Аудитория сол кезде жиналып бастады. Только мен ғана болған жоқпын подписчигінде. Сол кезде Таразға ұшуы керек, прямой рейс. Кино және түсірілімдерден басқа қандай ортақ қызықшылықтарыңыз бар? Менің ба, сенің ба? Екеуміздің. Помимо фильмов, я очень сильно люблю спорт, очень часто занимаюсь спортом. На данный момент я пока прекратил, потому что особо времени нет, но... Потому что вниманием бәрі менде. Вниманием бәрі осы қызда, и жұмыс өте көп, Аллаға шүкір. И сол себепті мен қазір андай спортқа уақыт бөле алмай жүрмін. Да, а вообще екеуміз актерскийдан бөлек негізі өлең айтамыз. Бір өлеңіміз бар, кавер. Жұлдызым дейтін. Жұлдызым деген каверіміз бар. А так, сол ән, модельство, потом что? Актерский и все. Басқадым. Мен билемеймін өкінішке орай. Алдияр сияқты күшті билей алмаймын. Вообще ағашпын. Сендер бірнеше проектке бірге түстіңіздер, солар жайлы айтып берсеңіз. Біз негізі бірге 5 проект. Бірге түскен проекттер 4 проект болды, ал қалғанында уже общий менде примерно 7. Сенде қанша? Где-то 15-16 проект. Масқара. Актер деймін. Менен бірінші осы кетті. Негізі Аделина өте жақсы бастады. 2023-тен
бастап 1 жыл бойы киноға түсті. 1 жылда 5 проект болды ма? 1 жылда 5 проект, 5 главная роль. Где вы такое видели? Я нигде такого не видел, и Аделинаға очень сильно повезло. Ну, как повезло? Она очень сильно этого хотела, и она добилась этого. Құдайдан қатты сұраған едім. Менде бір негізі кастингтерге бірінші күндер барып жүрген едім. Ең алғашында осында киноға деген қызығушылығым бастаған кезде кастингтерге барғам, и өтпей қала беретін всегда. Сол кезде қатты жылағам, өте қатты жыладым, прям жатып алып көзімнен аға береді, қан деппін ғой, жас аға береді. И андайда өзімді контролировать ете алмадым да, сол моментте қатты жылап, и Құдайдан сұраймын ғой, Құдайым, пожалуйста, маған келесі жылы, осы жылы проект берші, мен түскім келеді қатты деп, так сильно хочу деп сөйтетін. И сосын уже келесі жылы сразу осындай пытырлатып әйтеуір берді ғой. Да, так что дұға тілеңіздер, Құдайдан сұраңыздар, әрекет етіңіздер. Если вы это сильно хотите, то вы этого добьетесь. Живой пример – это Аделина. Егер де әрекет етсеңіздер, конечно, то бәрін береді ғой Құдай. Жетінші сұрағымыз, болашақта Аделинамен бірге қандай рөлдерді сомдағың келетін еді? Білесің, мен қандай хочу с тобой. Бірінші айтшы. Андай бар ғой, Дивергент сияқты, бір боевик, сондай түскім келеді. Автоматпен, пистолетпен, семенші. Не знаю, я так хочу. Негізі маған любой роль ұнайды Аделинамен, так как мне с ней очень легко играть. У нас коннект прям с первого фильма был. И вообще без разницы, какая роль, я готов на любую роль. Главное, чтобы была Аделина со мной. Или я с ней. Білмеймін, не знаю, я что-то хочу новое, андай. Бізде скромный болды, андай. Скучнылау да болды, дорама да болды. Сен бұзық та болдың, мен қарапайым болдым, мен де бұзық болдым, қырсық болдым. Негізі менің рөлдерім бәрі бұзық. И хочу андай бар ғой, пистолетпен атып, андай, детектив па, сондай хочу, не знаю. И народный хочу я. Так что, құрметті режиссерлар, күшті жанр болса, бізді шақырыңыздар. Алдияр, басқа актрисалармен немесе модельдермен жұмыс істегенде қызғанышпен қалай күресесіз? Осы жақында бір проект болды. Жоқ, Теңіз түсті махаббат деген сериалымыз. Сол кезде кастинг болып жатты. Алдиярдың ғашығын тауып жаттық, ол кезде іздеп жаттық қой. Сол кезде сары шашты бір қыз келді, ұзын шашы. Енді стерва сондай қыз ойнау керек та, и Алдиярды тартып алады ол қыз. И екеуі ойнатып жатыр соны кастингте. И мен ол жағына қараймын да, Алдияр ол жағына күліп қарап отыр ғой. Не істейсің сен? Қақа барасың? Еще мен алып кетемін деген сияқты сөйтіп айтып отыр да. И мен уже ішім жанып отыр ғой, анау Алдияр ана қызға қарап тұрғанда, ана қыздың көзін тұрғыш. Ойбағым келді сол моментте бар. Еще сен де ұрып тастағым келді сол моментте. Но енді бірақ былай шыдап оттым, қарамай оттым, сотқа шықылап өзімді алдап оттым, сонымен сол. Бірақ ол қыз все-таки өткен жоқ. Короче, ты ревнуешь, да? Ну да, по-любому. Бірақ өткен жоқ қой ол қыз. Дұға тілеген шығар нағыз. Но дұға тілесе бәрі болады екен. 8-ші сұрағымыз, Аделинаның фильмографиясын айтып берші. Негізі сен 7 проектке түскен шығарсың, 7 киноға. Бірінші алғашқы проекті бәрі өз қолында, екіншісі Қайната күйеу бала, үшіншісі Өзбекстан. Мадин Чайна. Үшінші проект Мадин Чайна, төртінші проект Өзбекстан, Құдай қаласа шығады. Бесінші проект ол Теңіз түсті махаббат, алтыншы проект ол С любовью из Гонконга, да? Сол, и жетіншісі или алтау ма? Алтау екен ғой. Алтау, иә. Жетіншісін қосып жібердік па өзіміз? Скоро болайын деп тұр ғой, знаете. Сенікін айтып берейін ба? Айтып бер. Қандай? Мен білмеймін даже. Бойды, айтпай қой енді. Айтайықшы. Айт. TikTok House. Өзім білетінді айтпай онда. Мен білем. TikTok House. Потом, анау, сен помнишь, неме ойнап едің ғой? Неме, катокта. Барс Generation. Барс Generation. Үшіншісі не? Қайнат. Білем дедің ғой. Бәрі қолында басталып кетті ме не сразу? Жоқ. Тағы Операция Набат бар. Да. Операция Набат. Өзің айтасал. Сериалдар бар, бірақ атын ұмытып қалдым мен өзім. И анау сериалшы, который, помнишь, Қазақстан каналында көрсетеді ғой? Я забыл. Бұл негізі ол да сериал қатты жарған. Жарды, я. Қандай еді? Бақыттың кілті. Бақыттың кілті, күшті сериал тоже. Бақыттың кілті, бірақ екінші
сезонда түскен сезон жоқсың? мен түсірген жоқ, басқа актерлар түсті. Сосын одан кейін негізі өте көп проекттер, оны еске түсіріп отырсақ, бірақ ұзақ болып кетеді. Иә, сериалдарын көріңіздер, қалай ойнап шықты? Сіздің айтасыздар ғой. Жеке өмірде немесе жұмыста пікірлеріңіз қайшы келген кезде қалай тіл табысасыздар? Негізі біз бұрында көп сөзге кеп қалатынбыз, өте көп. Кейін уже Алдияр түсінді мен мінезімді, қалай мен мінезіме жұмыс істеу екенін көрсетті, түсінді. И қазір андай, если мен жынданып, агрессия көрсетіп, не істеп жатсам, уже жай сөйлейді да, и бетіме сүйе салады, или там құшақтай салады. Сондай сөйтіп мен де жібей саламын, и все. Да, давно я не понимал, что я неправильно делаю. Мы, как и все парочки, очень часто ругались вначале. Сөйтіп подходын табып, ыңғайлын тауып, сөйтіп үйрендім. Бір-бірімізге үйрендік. Негізі менің характерімде ондай бір немес. Сен вспыльчивыйсың. И Аделинаның характері де ерекше. Сөйтіп бір-бірімізге ыңғайлын табып, сөйтіп. Бұл маған бір сәл дауысын көтеріп қойса, мен жынданам, не маған дауысын көтеріп алсын деген сияқты. Аделинаның түріне қарамаңыздар. Сонда милашка болса да, ол ішінде кәдімгідей Аделина емес, Адлет болып кетеді. 9-шы сұрақ. Аделинаның қай қасиетін қатты бағалайсың дейді. Мен айтайын ба сен туралы? Давай, пока ты скажи. Негізі Алдиярдың ондай жақсы қасиеттері өте көп. Оны айта берсең де даже бар ғой, сағат бір күн өтіп кетеді даже. Айтып кетейін, күшті қасиеттерін. Еркелететінін жақсы көреді. Мені көп еркелетеді, өте көп еркелетеді. Потом андай қиын моменттерде сразу қол ұшын созады бәріне. Вроде достарын бәріне көмектесіп жүреді да, но көп достары ответ қайтармайды да, и соған мен жынданамын. Потому что я помогаю душе и не жду. Соғы ол ответ күтпейді. А мен наоборот, какой привет, такой ответ деген менде бар да. Алдияр ондай емес, хоть жамандап атса да, оған жақсылық жасап жіберуі мүмкін. И очень добрый человек. Семьясымен өте күшті сөйлеседі. Өте, мен даже видеозвонокпен сөйлесіп атады. И қараймын ғой, мамасын еркелетеді, мамасымен кәдімгі жаным, мына деп прям қатты еркелетеді мамасын. Папасымен де ойлап едім, папасы ондай серьезный деп сөйлесетін шығар деп екеуі. Вообще сөйлеспейтін де шығар деп, потому что көбінесе балалар әкесімен қатты жақын болмайды да, ондай суық сөйлеседі. Алдияр кәдімгідей прям досым сияқты сөйлеседі, прям күшті от души сөйлеседі екеуі. Вот, сондай жағын байқадым. И потом өте бауырмашыл, балаларды қатты жақсы көреді, өте қатты бала жан. Ладно, слишком много обо мне. Жоқ, айта берейін даже. И мен сестренкамды өзі қарайды, мұрны ағып бара жатса да мұрнымен сүрте салады, қолымен ала салады, памперсін ауыстыра салады, жуа салады, в общем, сондай қатты жиркенбейді, это я типа деп жүремін, а ол ондай емес, вообще ондай емес. Потом қандай қасиетім бар? Болды, жоқ қасиет, бітті. Өте көп қасиеттері. Негізі Аделинада тоже өте көп, айта берсек те тоже ұзақ болып кетеді. Но самые такие, которые можно вот у Аделины заметить, это естественность. Она естественная, у нее нету маски, она такая, какая она есть. И это очень редко встречается в нашем вообще қазіргі заманда, негізі. Өте қарапайым. И она очень добрая, очень добрая. Сен сияқты емеспін, бірақ. Нет, она очень добрая. Но она сама этого не признает, но другим это виднее. Вот, она прям любит заботиться. Только андай өзін ойламайды ешқашан. Барлығын ойлап жүреді. Вот, она очень вкусно готовит. Негізі она всегда говорит, что она не умеет готовить, типа дома пісірмеймін. А когда тамақ пісіргенде, негізі кәдімгідей 2-3 тарелка қылдырып жеп қоясың. Вот. Очень ответственная, очень пунктуальная. Честно, я не такой ответственный, как она. И как она появилась в моей жизни, я немножко стал ответственнее, стал пунктуальнее. И Аделина негізі мені өте қатты өзгертті өмірінде. Негізі мені ешкім өзгерте алмады осы өмірде. Как Аделина появилась, я очень сильно изменился. И мои друзья, мои родные, моя мама, папа, все сказали, что ты очень сильно изменился в хорошую сторону. И я могу смело сказать, что это Аделинаның арқасында. И
она меня поставила на правильный путь, по которому мы идем вместе, уверенно, держа крепко за руки. Күшті. Солай. Күшті айттың. Иә. Сынып қалдым десең. Снова, что ли? Да. Ой, мен саған күннен күнге ғашық бола беремін ғой. Вы слышите, ребята? Слышите? Вот. Негізі это очень прекрасно, когда ты любишь человека, есть человек, с которым можно поговорить, сказать все свои обиды, что у тебя внутри. Негізі Аделина андай закрытый человек. Она не может никому, там, мама болсын, туысқан болсын, туған әпкесі болсын, інісі болсын, ешкімге ішіндегін айта алмайды да. И она может поделиться со мной, и это очень я очень это ценю. И я уверен в том, что, значит, если она мне может говорить все свои проблемы, все свои внутренние обиды, значит, она меня очень сильно любит, и я ее очень сильно люблю. Вот. Любите друг друга. Любовь, негізі махаббат дейтін осы өмірде кәдімгі көмектеседі. Решение всех проблем — это любовь. Сол ғой, мен де, типа, басында егер Алдияр болмаса, мен кәдімгідей бар ғой, өзім самооценкам түсіп кететін еді, и өмірге деген талпынысым да болмайтын еді деп ойлаймын. Өйткені алдында сен жоқ кезде, өмірім кішкене суровый сондай сияқты етін да. Қалай Алдияр келді, у меня прям андай екеумізде вайб басталып кетті да. Екеумізде бір дейміз, харизмамыз да ұқсайды, екеуміздің вайбымыз да, өмірге деген көзқарасымыз да ұқсайды да бірдей. Из-за этого мне прям легче стало өмірде, құтырып, жүріп, күліп, мәз болып, и вот. Өміріне келдің, өмірім кәдімгі жарқырап кетті. Я барлығы Аллахтың қалауымен. Вот то, что мы встретились в фильме, начали встречаться, это все не просто так. И у нас не все просто так было, все на самом деле очень сложно. Да. Я очень рад, что финал вот такой, и Құдай қаласа дальше больше. Да. Көресіздер. Әйтеуір судьба болды ғой. Бірінші киноға түстік бірге. Аха, жарайды дедік. Уже екіншісіне тағы бірге түсіп кеттік. Өзіміз де білмейміз да, қалай ол деп. Это значит судьба дедік. И потом келесі жолы бізде Жұлдызымды екеуің дуэт қылып айтыңдар деді. А вроде бы бізде басқа да әнші балалар болды. И басқа әнші қыздар да болды. Неге оларды қосқан жоқ? Именно бізді қосты. И вообще. Ол әнді жарылады. Кәдімгідей хит болып кетеді. Сөйтіп. Негізі қазір ютубта бір сериалымыз шықты. Теңіз үсті махаббат. И в этом сериале негізі, лично мой взгляд, передается прям вся наша история, как мы типа познакомились, как у нас все сейчас происходит. Кішкене өмірімізге ұқсап кетеді. Иә. Сондай. Алдияр саған өмірде немесе шығармашылықта бір нәрсеге тыйым салады ма? Алдияр маған ешқандай артқа тартпаған, ешқашан тартпаған. Наоборот, всегда бар, қандай жағдай болсын, бара бер деп айтады. Всегда поддерживает любой нәрсе. Хоть ана жақта сүйісу болса, айтады, типа, ондай болмасын, но дұрыс қой? Уже не понял, что. Помнишь, бір проект болып еді ғой, сол кезде сүйісу болатын кезде, типа, алып таста деп едім ғой. Либо ол болмайды, сен түсе бер. А если оны, типа, алып тастамаса, онда түспейсің деген болды. Но я уверен в том, что я не один такой. Я лично сам не хочу, чтобы моя девушка типа с кем-то целовалась, смотрела влюбленными глазами. Да, мен де оны қолдамайтын едім, потому что басқа біреумен сүйісіп жатсаң вообще. А вот кто-то сейчас будет в комментариях писать: ой, бірдеңе деп, я не знаю, сейчас тут материться ничего нельзя, но лично мой взгляд вообще я не приветствую такое, и так как я Запада, у нас такое не принимается, и вообще болмайды ондай. Вот. Так что, жігіттер, у кого девушки актрисы, запрещайте им целоваться. Запрещайте, так что это неправильно. Жоқ, ол қызға да байланысты деп ойлаймын. Типа, қыз егер түсем жоқ деп айтса, это уже неправильно деп ойлаймын. А егер уже қыз осознанно, это вообще неправильно десе, это уже нормально. Мен, допустим, мен түсем деген жоқ, мен ешқашан түскім келіп жатыр, анау деп ешқашан айтпағам. Мен айтам, қандай сценалар бар? Сүйісу сцена болса, мен сразу отказ берем. Сразу прям. Потому что мен артында ойлаймын, то, что менде осындай жігітім бар, и болашақ күйеуім, и дальше оның нелері туысқандары көреді, мамалары көреді, это уже неправильно деп. Вот из-за этого мен ондайларға сразу. Повезло мне, а? Все готово уже. Не надо учить, не надо. Аделинаны жақсы көретінді қалай және қашан түсіндің? Бағана айттық оны.
негізі айттым, бірақ енді кішкене более открыто айтайық. Негізі басында көргенде Аделина маған ерекше көрінді, андай не как все, андай негізі любой адам Аделинаны көрсе сразу, мне кажется, найдет и в ней какую-то изюминку. И Аделинаны мен екінші проекттің соңында уже жақсы көріп болған сияқтымын. Бірақ оған айта алмаймын, оған да дым білдіре алмаймын. Андай просто ходил, что будет, то будет деп Құдайға тапсырдым. Мен болса жүрмін ғой, мен андаймын да, маған ғашық сияқты деген сияқты оймен жүрген жоқпын да ол кезде, сол екінші проектте. Өзім жүрдім қуып, білгенді істеп, не накрашенная болып келем, шашымнан да дулька, кашамалаша болып, киімім, в общем, любой нәрсе кие салам үстіме, и соған қарап ғашық болып тұға әйтеуір. Мен так ойлаған жоқпын, если адам ғашық екенін білсем, мен әдемленіп, кішкене, и мен сені ұнататын болсам сол кезде ше, сол кезде әдемленіп, кәдімгідей порядочно андай жүретін едім да, майысып, а маған ол кезде бәрібір болды, типа былай да жей беретін, бургерді былай жеп, как-то білмеймін, на пофиг болды. Кезінде Аделина Алматыда өте алыс жерде тұрды. И мен ол кезде біз киноға дайындалып жатырдық, предпоказға. И маған айтатын да, типа, Алдик менде тоже алып кетші деп. Бірақ қаланың ортасында неше түрлі актерлар бар, онда оларда тоже алып кету керекпін. Жоқ, мен дейтін сперва Аделинаға барам. Қанша? Почти 15 километр жерге барам. Ұзақ жерге барам. Я еще узнал, что она любит томатный сок. Принглс любит. И мен күн сайын томатпен, күн сайын Принглспен баратын. И даже если она была голодная, я такой, я донер иду. Еще түн ішінде жазады ғой. Мен донерге баратым, сен донер жейін тана жоқ па деп. Әдейі намек тастайды да, түн ішінде. Мен донер жейін деп отырмын, что там деген сияқты, и мен аламын да. Конечно, мен отказ бермеймін. Конечно, я хочу тоже деймін. И мен барып сол жаққа апарам ғой. Сөйтіп берем да, все, пока деп кетіп қаламын. Все. Түрімізді просто былай көреміз да, 1-2 секунд, и все кетіп қалады, и мен де кетіп қаламын. И ең андай особенность, не знаю, мен 3 досым бар, и соның 3 досыма айтқан, негізі, Аделина, кажется, меня не любит деп. Вот, и никаких шансов, кажется, нету деп. И сол 3 досым, 3 досының ішіндегі бір досым, Дима, родной, ассалам алейкум. Ол айтқанда, типа, родной, мне кажется, она тебя тоже любит очень сильно. Типа, ты должен сейчас действовать. Если ты не будешь действовать, то уже поздно будет идти, да? И мен сөйтіп айтам ғой 3 досыма. Егер Аделинамен жүріп бастасам, мен сол қызға үйленемін. Вот. Енді Аллахтың қалауымен получилось, и енді остается пожениться. Алдиярды жақсы көретінді қалай қашан түсіндің? Вот, мне тоже такой вопрос. Мен Алдиярды қай кезден бастап, когда бізде кавер өзіміздің өлеңімізге не түсіп атқан кезде, клип түсіріп атты. Сол моментте бұл маған андай сұрақ қояды. Жоқ, бізге айтады, махаббат көзбен қараңдар дейді, продюсеріміз. Махаббат көзбен қарап, кәдімгідей ғашық екендеріңді көрсетіңдер дейді сол клипті. И бізге енді придется өтірік ғашық болып қарауға, и уже бір-бірімізге қараймыз, бай махаббат көзбен ойнатып жатырмыз. Екеуміз актер актрисамыз ғой, соны көрсету керекпіз ғой. И қараймыз бір-бірімізге. И қалай стоп бітеді, екеуміз былай істейміз да. Маған айтады Алдияр, абайла өтірік қараймын деп ғашық болып қалма деген сияқты сондай әңгімелерін айтады. Абайла ғашық болып қалатын сияқтысың, сен что-то шынымен де маған ғашық көзбен қарап тұрған сияқтысың деген сияқты сондай әңгімелер айтады. И менде уже мына жерімде пух, и кішкене уже, не знаю, бір чувство пайда болды андай. Студияда болған еще, где мы ты пела? Да, студияда. Андай, не знаю, ішімде бір қызық бабочка сияқты ма, бір нәрсе болды. И каждый раз қараған сайын андай басқа взглядпен қарайтын болдым да, именно сол моменттерде. И потом біз өлең жазып атқан кезде, сол өлеңді жазып атқан кезде, студияда мен өлең айта алмай жатырмын да, прям от души айта алмай жатырмын. И Алдияр сыртында тұр, ненің, студияның сыртында тұр да, зеркаладан қарап, ой, айнадан қарап. И маған типа, давай, вау, күшті айтып жатсың деп, ондай поддержка беріп жатыр да. И сол кезде мен қарадым да оған. И, блин, капец, сонда ялып кеттім ішімнен, и бабочка ішімде ойнап кетті, не знаю, сол моментте. Өтте басқаша не болды, чувство болды. Дос кезде вообще басқаша чувство болды, а именно сол моменттерде уже білмей сөзбен жеткізе алмаймын, вообще жеткізе алмаймын. Қызық чувство болды. Иә,
Всем желаем такую любовь. Да. Всем. И менің любимый нәрселерімді уже білді. То, что мен томатный сок жақсы көремін, элементарный, там, кішкентай құрт өзін. Соларды уже біліп, алып кеп жүрген кезде мен уже, ё-моё, мынау бала маған внимание бөліп жатыр, мынау бала, значит, мені ұнатады деп сөйтіп жүрдім. И кейін қай кезден бастадық? Рамазан айынан кейін Құпия болып қалсын. ұнататынын айтып бастады. Иә. Сосын мен де айттым, то, что мен де жаймен сені ұнататын сияқтымын сені дедім. Екеумізге андай бір, не знаю, әрең айттық. Негіз біліп тұрмыз да, бір-біріміз ғашық екенімізді. Но айта алмай жүрдік, ұзақ айта алмай жүрдік. И кейін айтқаннан кейін, дедік қой. Иә, негізі мен жүреміз ба деп айтқан жоқпын негізі, иә? Ұнатам дедім. Мы просто так, ну, я сказал, что ты мне нравишься, да. И содан кейін жайлап, енді сөйтіп. Иә, официально ештеңке болған жоқ, но сөйтіп ұласып кетті ғой. Иә? Иә. Мә, мына жобаның арқасында кәдімгідей бір-бірімізге қайттан ғашық болып қалдық қой. Иә. Қыз, отвечая сыртқа шыққаннан кейін құшақтап, сүйіп, деп еркелетеді. Сіздер оны бірақ көрмейсіздер. Иә. Соны көрсеңіздер ғой, қалай еркелететінін. Иә. Бірақ кадрда еркелеткім келіп тұр да, бірақ өзімді ұстап тұрмын. Иә. Негізі андай ғой, ғашық болу мүлдем басқаша екен. Допустим, мен андай быть любимым дегенді қабылдайтын да всегда. Не любить, а быть любимым дегенді всегда не істейтін. И мында ғашық болмай, и раз, и білмеймін, 180 градусқа өзгеріп кетті Алдиярға ойым. И білмеймін, қалай мен Алдияр сенде өмір сүрем, я не знаю. Кәдімгідей өмірім семен ұласып кеткен сияқты. Жүректің жартысы сен, а мен. Иә, достар, ал сіздерге көп-көп рахмет, алтын уақыттарыңызды бөліп, бізді қарағандарың үшін 1000 алғыс. Иә, біз туралы не ойлайсыздар, соны жазып кетіңіздер. Иә, лично сам буду читать каждый комментарий, оставлять, да, буду отвечать вам. И надеюсь, вам понравилось. Спасибо, что провели время вместе с нами. С вами были прекрасная и моя любимая Аделина. И мой любимый Алдияр.